сұрау бойынша мен сіздерге бүгін бос молокосос мультфильмнен қателіктер тауып айтатын боламын. Арнамызға 100 000 подписчикке жетуге сәл қалды. Ол үшін видеоның астына түсіп, қызыл болып жанып тұрған батырманы басамыз. Сол кезде сен арқанда жетуіміз мүмкін. Ал олай болса, мен видеомды бастайын. Басеке үйіне кіргенде бордюрдің үстінде тұрады. Қадам жасауға үлгермеді, жолымыз теп-тегіс, бордюрымыз болмағандай. Мына сүтке толы стаканға қараймыз. Ол сүт қорапшасының қызыл бөлігін жауып тұр. Келесі кадр жауып тұрған жоқ. Неге? Стаканға ешкім тиіспеді ғой. Стакан ғана емес, және мына салфеткада. Я, ол мұнда жай жатты. Бірақ Басеке дастархан тартқанда, салфеткамыз қайда? Жоқ. Енді Басекеге көшейік. Алыстан портфелі сәл көрініп тұр. Жақындағанда әжептәуір көрінеді. Ал тіпті дастарханға таласқан кезде мүлдем жоғалады. Уайымдамаңыздар, кейін орнына келеді. Тиынның алдында тамаққа толы тәрелке. Жәнегі кадрда ол жоқ. Мына бөлмеге қараймыз. Жаттап алыңыздар. Ал енді міне, көрдіңіздер ме? Сол жақта есік пайда болды. Доп еденде жатыр. Және есіктің қасында қағаз ілініп тұр. Бос телефонмен сөйлесіп тұр. Телефонның беті артқа қарап тұр екен. Алайда басқа ракурстан қарасақ, телефон алдыға қарап тұр екен. Кимнің беті алдында екі доп жатыр. Басеке мықты әңгімесін айтқан соң, хоп, уже доптарымыз жоқ. Мүмкін бұл сиқырлы сөз шығар. Қазір тексеріп көреміз. Бос Тимға ақша берді. Ол ақшалар жерге құлады. Хоп, шынымен енді жоқ. Сенбейсіздер ме? Газ тағы да бір мысалы. Міне осы жерде жәнегі Басекенің чемоданы. Сиқырлы сөз. Хоп, оның үстінде бір папка пайда болды. Енді сендер деген ойдамын. Қараңыз, стөлде ештеңе жоқ. Папканы стөлге қойды. Бос жоқ жерден бірақ қарындаш алып шығарады. Қайдан? Жаңа ғана стөлдің үстінде ештеңе болмады ғой. Тимнің қолында кассета. Ойыншықты тартып тұрғанда кассета ғайып болады. Уайымдамаңдар, кейін кеудесіндегі қалтасында тұр екен. Басеке қайтадан ақшасын тастады. Қазір не болатынын білесіздер ме? Әрине, жоғалып кетеді. Качок баламен қателік айтайын. Оның аузында соска бар. Секретінде де соскасы қайда? Бос өзінің босының басына галстук кигізді. Жалпы планын қарасақ жоқ. Егер өй шешіп тастады ғой десеңіздер, мен сіздермен келіспеймін. Өйткені келесі кадрда әлі басында киіліп тұр. Мультфильм соңында кішкентай қыз ойыншық ұстап тұр. Бір көзінің орнында түйме тұр. Түймесі жасыл түсті. Терезе жақындап еді, көзінің түсі көк болып кетті. Ал достар, осымен қателіктер бітті. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылып қоңырауды басамыз. Өздеріңіз білетіндей, бұл маған видео түсіріп жалғастыруға шабыт береді. Бос молокосос мультфильм әлде качок? Комментарийға жазып кет, маған мына кейіпкер ұнады деп. Ал маған качок ұнады. Ал сіздер мен болған газбен